Ұлы ақын, жазушы, ұстаз, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, сазгер Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуына орай ұйымдастырылған Панфилов аудандық кітапханасы жолдаған челленджді қабыл алып, Еңбекші ауылдық кітапханасына жолдаймын. 24-ші қара сөзі. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғы үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар екен. Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі сол қадап жүр ғой. Бірін бірі құртпай, құрымай, тыныш